Сәлеметсіздер ме? Мен Баймақ Ажаның Майкен қызы. Ақбұлақ бөбекжайының бақшасында тәрбиешімін. Экостат жасыл технологияны қолдану бойынша жоба тақырыбы эко тәрбие және жасыл технология гидропоника алғашқы қадамдар. Мақсаты балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру, экология мәдениетін қалыптастыру және гидропоника арқылы заманауи жасыл технологияларды таныстыру. Міндеттері: балаларға экология табиғатты қорғау туралы түсінік беру, гидропоника әдісі арқылы өсімдіктерді өсіру жолдарын үйрету, су мен табиғи ресурстарды үнемдеудің маңызын түсіндіру, балалардың зерттеушілік және бақылау дағдыларын дамыту, еңбекке, оқытылыққа және жауапкершілікке тәрбиелеу, қоршаған ортаны қорғауға қызығушылықтарын арттыру, жасыл технологияның пайдасы күнделікті өмірмен байланыстыру. Экостарт деген не? Экостарт табиғатты қорғауға арналған жоба. Табиғатты сүю, өсімдік өсіру, қоршаған ортаны қорғау. Балаларды табиғат аялауға, қоршаған ортаны қорғауға баулу және экологиялық мәдениетін қалыптастыру, табиғатқа қамқорлық жасау арқылы балалардың жауапкершілігін дамыту. Қазіргі таңда экологиялық тәрбие жас ұрпаққа білім берудің маңызды бағыттарының бірі. Табиғатты қорғау, қоршаған ортаға жанашырлықпен қарау, табиғи ресурстарды үнемдеу сияқты қасиеттерін бала бойында ерте жастан қалыптасу қажет. Гидропоника өсімдіктің топырақсыз арнайы қоректік су ертіндісіне өсіру әдісі. Бұл қазіргі заманғы жасыл технологиялардың бірі. Гидропоника арқылы өсімдіктер тез өседі, су аз жұмсалады және күтімі жеңіл болады. Судың бүркі арқылы суарылады. Мұндай әдіс балалардың табиғатқа деген қызығушылықтарын арттырып, зерттеушілік қабілеттерін дамытады. Жоба барысында балалар өсімдіктің су кезеңін бақылайды, су арқылы өсіру тәсілімен танысады. Яғни өскіннің пайда болғанын көреді, өскіннің қалай өсімдікке айналатынын балалар бақылайды. Тұқым егу және күтім жасау жұмыстары орындайды, табиғатқа аялауға үйренеді. Гидропониканың пайдасы өте көп. Балалар тәжірибе жасау арқылы жаңа білім алады. Су үнемделеді, өсімдік тез өседі, таза және пайдалы үйде өсіруге болады. Табиғатты қорғау көмектеседі. Бұл технология болашақта ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылатын тиімді әдістердің бірі болып саналады. Қорытылдай келе, экостарт жобасы балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып қала қоймай, олардың заманауи технологиялармен таныстырады. Табиғатты қорғауға тәрбиелеу болашаққа жасалған маңызды қадам. Сондықтан гидропоника сияқты жасыл технологияларды мектепке дейінгі ұйымдарда жасыл технологияларды қолдану арқылы уақыт талабы. Экостарт жобасы балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып қана қоймай, олардың заманауи технологиямен таныстырылады. Табиғатты қорғау тәрбиелеу болашаққа жасалған маңызды қадам. Сондықтан гидропоника сияқты жасыл технологияларды мектепке дейінгі ұйымдарда қолдану уақыт талабы. Тамшылап суарудың пайдасы балаларды үнемділікке үйретеді. Осы жоба арқылы балалар өз үлестерін қосты деп ойлаймын. Біз не өсірдік? Қияр, құлпынай, бидай және арпаны өсірдік. Балалардың үйренгені табиғатты қорғау, өсімдікке күтім жасауға, ұқыптылыққа, жауапкершілікке, еңбекқорлыққа үйренді деп ойлаймыз. Гидропоника болашақтың бағы. Табиғатты аялау әр баланың міндеті. Жасыл әлем, жарқын болашақ. Осы жоба арқылы менің балаларымның арасынан мықты агроном, инженер, өнер тапқыштар шығатынына мен сенемін. Назарларыңызға рахмет.